Атом электр станциясы құрылысы еліміздегі ең көп талқыланатын мәселелердің бірі. Бүгін бұл тақырып Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы ұжымының референдумға дайындық жөніндегі жұмыс тобымен кездесуінде басты назарға алынды. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам жұмысшылары өңірдің тұрақты энергиямен қамтамасыз етілуіне тікелей мүдделі болғандықтан атом электр станциясы құрылысы жобасын талқылауға белсенді түрде қатысты. Олардың сұрақтары болашақ станцияның техникалық сипаттамаларына ғана емес, оның әлеуметтік салаға ықтимал әсеріне де бағытталды. Энергетикалық қауіпсіздік пен экономикалық өсімнен бөлек жоба маңызы экологиялық маңызға ие. Ол парниктік газдардың шығарылуын азайтып, өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Сарапшылар өз кезегінде жобаның Қазақстанның энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізудегі маңызды қадам болатынын атап өтті. Атом электростанцияларында отын ретінде 5-10% байытылған уран қолданылған. Ал көмір, газ, мазут шығатын жылу электростанцияларын жаңа айтып өткенде, ол электростанциялар өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған. Электростанциялардың тозығы жеткен, оны жаңарту керек, реконструкциядан өткізу керек. Енді көп позиция бойынша атом электростанцияларына ұтылып отыр десек те. Артықшылығы бойынша атом электростанциялары басым келеді. Бірде-бір артықшылығы ол 60 жыл бойы үздіксіз электроэнергия беріп отырады. Кемінде жылу электростанцияларына келетін болсақ, жылу электростанцияларының мерзімі 25 жыл, одан кейін күрделі жөндеуден, реконструкциядан өту керек. Толық қондырғыларын жаңарту керек болады. Енді жылу электростанциялары атмосфераға, табиғатқа, экологияға зиян қалдықтарды тарататын бірде-бір энергия көздесек болады. Жиынның соңында жұмыс тобының мүшелері барлық қызметкерлерді еліміз үшін маңызды сәтте бірлікті және ынтымақтықты көрсетуге шақырды. Референдумға белсене қатысу тек азаматтық борыш қана емес, Қазақстанның дамуына өз үлесіңізді қосу мүмкіндігі екені айтылды. Әр дауыс маңызды және біздің таңдауымыз еліміздің болашағына әсер ететіні сөз болды. Жаннұр Абдраманқызы, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 7/7 News.